Семейдің қалалық мәдениет сарайында көктемдегі арулар мерекесіне орай әйел әлемі әніне түсірілген бейнебаянның тұсаукесері өтті. Ән сөзінің авторы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері ақын Дәметкен Омарбаева, ал әуенін жазған Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Гүлдана Ноғайбаева. Әдемі иірім мен нәзіктікке толы әнді қалалық мәдениет сарайының әртістері Гүлбара Мұстафина, Гүлдана Ноғайбаева, Әсия Нұғманова және Альмира Қабдылхақимова орындады. Айта кетейік, бейнеклип музыкалық композиция авторлары мен орындаушылардың өз қаражатына түсірілген. Біздің әйел әлемі деген әніміз дүниеге келді. Бұл жалғыз менің ғана идеям емес. Бұл қалалық мәдениет сарайының әнші арулары, қыздар осындай үлкен мерекеге қарсы бізге ән жазып беріңізші деген басында тек қана ұсыныс болған. Идея қосып, осындай үлкен бір дүние жасадық. Әйелді әйел ғана түсінеді деп ойлаймын. Әнді жазу шамамен 1 айға созылған. Орындаушылардың айтуынша, әнді шын жүректен орындағандықтан, оны жазуда ерекше қиындықтар болмаған. Әншілердің бірі көп ұзамай көп балалы ана атанады. Ол үшін бұл әнді орындау ерекше сый. Жақында мен көп балалы ана болам. Бұл әнді орындау мен үшін үлкен құрмет. Әнді жазу идеясы өзге мәселені талқылап отырғанда бір шынаяқ шайдың үстінде пайда болып, бәріміз бір ауыздан құптадық. Бұл әйелдің бар болмысынан сыр шертетін әдемі ән. Тамаша туындыны шырқай алғаныма дән ризамын. Көрермендер аталмыш бейнебаянды YouTube және әлеуметтік желілерден тамашалай алады. Құрметті оқырман, сіздерге үзіндісін ұсынамыз. Әйелдер ай, арулар ай әдемі, жұмбақ дүние әйелдердің әлемі. Өмірдің де көркі еді, сән еді, ақ қанат, жарық дүниенің мән еді. Әйел анадан шапағы нұрланған, жол салғандай махаббатқа сырларыман, жүректерге сезім гүлін сепкендей бар өлең, тал бойыңа сенің жаралған.